Құрметті студенттер, сіздермен біздің бүгінгі тыңдайтын дәрісіміздің тақырыбы вирус титрін анықтау үшін қойылатын түсті сынама. Реакцияның мақсатына келетін болсақ, реакцияның мақсаты зерттелетін науқастың материалындағы вирустың титрін анықтау. Реакцияны қою үшін қолданылатын келесі компоненттер. Реакция пробиркада жасалынады, 10 пробирка алынады. 10 пробирканың 9-ы тәжірибелік пробирка, 1 пробирка бақылау пробиркасы. Жасушалық бақылау. Пробиркалардың барлығіне 199-шы қоректік орта, фенол қызыл индикаторлық бояуы және жасуша дақылы қосылады. Келесі компонент науқастың зерттеу материалы. Науқастан алынған материалдың 0,25 мл-ін бірінші пробиркаға тамызып аламыз да біріншілік сұйылту деңгейін дайындап аламыз. Ол 10-ның 1 дәрежедегі сұйылту деңгейі болып табылады. Одан кейін осы бірінші пробиркадан 0,25 мл-ді келесі пробиркаларға 2 есе, 3 есе, 4 есе, 5, 6, 7, 8, 9 есе сұйылтып құйып шығамыз. 9-шы сұйылту деңгейінен 0,25 мл-ді алып, дезинфекциялық ерітіндіге төгіп тастаймыз. Жасушалық пробиркаға вирустық материал қосылмайды. Ол жерде тек қана жасушалық дақыл және қоректік орта ғана бар. Келесі компонент, осы компоненттердің үстінен вазелин майы құйылады. Вазелин майы вируспенен жасуша дақылы менен басқа вирустардың контаминациясын болдырмас үшін құйылады. Үстінен құйылғаннан кейін пробиркалар резиналы тығынменен тығындалып, 72 сағатқа термостатқа инкубацияланады. 72 сағаттан кейін алып келіп, нәтижесін тіркейміз. Нәтижесін тіркеу үшін ең бірінші жасушалық бақылау пробиркасына назар аударайық. Яғни, жасушалық бақылау пробиркасының түсінің өзгергендігін. Және де басқа адамна 10-ның 6 дәрежесі, 7, 8, 9-шы дәрежесіндегі пробиркалардың жасушалық бақылау пробиркасына сәйкес түсінің сары түске қарай өзгергендігін көреміз. Яғни, механизміне тоқталатын болсақ, жасушалық бақылау пробиркасының компоненттерін сіздер естеріңізге түсірсеңіздер, жасушалық дақыл және оның ішінде қоректік орта ғана бар болған. Жасуша дақылы қоректік орта бар жерде тіршілігін жалғастырады, метаболизм процесі жүреді, тіршілік етіп жатқан жағдайда қышқылдық өнімдерді сыртқа бөліп шығарады, нәтижесінде сілтілі орта қышқылды ортаға қарай өзгереді. Бірде 10-да 6, 10-да 7, 10-да 8, 10-да 9-шы пробиркаларда да вирустың жоқ екендігінің дәлелі осы жасушалық бақылау пробиркасынан туындайды. Яғни, вирус жоқ жерде, вирус жеткіліксіз болған жағдайда жасушаны зақымдай алмайды. Жасуша зақымдауға шамасы жетпейді, мөлшері аз себебі 10-ның 6 есе, 10-ның 7, 8, 9 есе сұйылып кеткен, нәтижесінде вирустың мөлшері жеткіліксіз болғандықтан жасушалар тірі күйінде қалып, метаболизм процесі жалғасып, нәтижесінде қоректік ортаның түсі қызыл түстен сары түске қарай, яғни сілтіліден қышқылдыға қарай өзгергендігін көріп отырмыз. Керісінше, 10-ның 1 дәрежесі, 10-ның 2-ші, 10-ның 3-ші, 4-ші, 5-ші дәрежелерінде бастапқы индикаторлық бояудың қызыл түсінің сақталғанын көріп отырмыз. Яғни, бұл оң нәтиже зерттеу материалында вирустың бар екендігін білдіреді. Яғни, вирус бар болған жағдайда, мөлшері жеткілікті болған жағдайда, вирус жасушаларды зақымдайды. Зақымдалған жасушалар тіршілігін тоқтатады, метаболизм процесі бұзылады. Нәтижесінде метаболизм процесі бұзылған жағдайда сыртқы ортаға қышқылдық өнімдер синтезделіп шықпайды. Нәтижесінде қоректік ортаның түсі бастапқы сілтілі қалпында өзгермей қалған. Бұл сіздерге механизмін түсіндіріп шықтық. Қазір енді қорытындысын қалай жасаймыз?
Реакцияның қорытындысы нәтижесін қалай оқимыз? Яғни, зерттеу материалындағы вирустың титрі 10-ның -5 дәрежесіне сәйкес келеді деп қорытынды жасауға болады.